үнемі рухтың не ол нәрсе вообще біз мән бермейміз. Бізге лишь бы қарнымыз тойса, көзіміз тойса, әдемілікке құлағымыз тойса, материалдық жағдайды лишь бы әйтеуір қазір осы эфирде отырған 90% адамның өзі лишь бы қайтсем ақшамды көбейтемін, қайтсем ана күшті машина аламын, күшті шетел аламын, қайтсем әдемі квартираға шығамын, қайтсем қаржыны құтынамын, қайтсем ипотеканы жабамын. Мойындайықшы, біздің көп бөлігіміз, көп вообще желаниеміз, арманымыз, мақсатымыз осындай да. На самом деле формуланы бұзып жатырмыз да. Ол формула негізінде мынау Марғұлан аға айтады ғой, Сейсенбай, екі түрлі жол бар адамда. Егер ақшаның соңына түссек, қайтсем бірімді екі қыламын, 100 мың алсам қайтсем 200 мыңға жетем, 200 алсам қайтсем 500 мыңға жетем, 500 қайтып қалай миллионға жетем, ол бітпейді ғой, бұл нәрсе бітпейді. Миллионға қалай да жетем, жетесің. И тут мына жерде екінші нәрсе басталады. Енді қалай 2 миллионға жетем деген сияқты да. Ол бітпейді ғой, бұл жаңа жүгіру, бұл шеңбер кете береді. Осылай бір қарасаң, осы беготняда, осы жүгірісте бір қарасаң 5 жыл өткен, бір қарасаң 10 жылың зуылдап өтіп барып, бір қарасаң 20-30 жыл өміріміз өтіп кеткен да. Яғни өмір деген осы дәл қазір міне сіз отырсыз. Білмеймін қазір қай жерде отырсыз. Қазір сіздің басыңызда қандай тағдыр бар? Міне өмір деген осы. Ертең өмір келеді деп күтіп, өмір сүруге дайындалып жүрген кезімізде өмір өтіп кетеді. Шынымен дәл қазір осы қолыңыздағы бар нәрседен, қолыңыздағы бар тағдырдан бізге үйрену керек бақыт жасап алуды. Қалай да осы состояниемізде өзімізді бақыт сезінуімізді, Аллаға шын айтып шүкірлік айтуымызды, өтірік көлгірсіп, өтірік не істемей Аллаға шүкір деп айта салып, ішім бірақ қаша болып жатқан нәрсе емес. Екі түрлі жол бар дейді, Марғұлан аға айтады. Бірінші жол ол ақша жолы дейді, ол табыс жолы дейді, успех, Бұл жолды қуалаған адам, ол бәрі оған, міне ұстадым, жеттім, уф деп кайфовать ете алмайды дейді, яғни соңына жетпейді дейді. Екінші жол бар, бұл бақыт жолы дейді. Осы жолды іздеген адам, ол табысқа да жетеді, ол бақытқа да жетеді дейді.